Сәлем достар, бүгін біз Назарбаев зияткерлік мектебінің жас сарбаздар клубының бір күндік жұмысымен танысатын боламыз. Бұл бізде алғашқы әскери дайындық сыныбы. Бұнда біздің сарбаздарымыз теориялық білім алуда. Ендеше сабақтың тақырыбына шолу жасап өтейік. Біз барған сәтте алғашқы әскери дайындық сабағы қару-жарақтарды қолдану тақырыбына арналған екен. Сарбаздар автоматтың құрылысын, оны қолданудың тәртібі туралы білім алуда. Олар автоматты жылдамдыққа құрастырудан шеберліктерін шыңдау үстінде. Кейін алғашқы әскери дайындық сабағы аулада жалғасын тапты. Мен де мектеп әскерлерімен бірге сапқа тұрып, сарбаздардың жаттығуын қайталап көрдім. Теориялық біліммен қатар жас сарбаздарымыз күнделікті әскери жаттығуларды орындау үстінде. Әрбір қорғаныс саласы үлкен дисциплина, күш-жігер және де зор денсаулықты талап етеді. Ол үшін біздің мектепте барлық жағдайлар жасалған. Қазір мектебіміздің жас тарландары жаттығу залында шынығуда. Мұнда физикалық дайындықты арттыруға арналған керемет мүмкіндіктер бар. Жаттығу залында бұлшық ет қатайтып, денеге сән мен сымбат сыйлайтын түрлі құралдар самсап тұр. Қуаттар мен бұл тек қарулы күштердің ғана қуаты емес, заманауи әрі терең білім әскеріміздің ажырамас бөлігі. Бұл жерім былай істейсің бе? Сарбаздар тек оқ-дәрі құралдарды ғана емес, ғылымның әр саласын анық білуді де қажет етеді. Патриоттық тәрбие тек қана әскери білімді ғана емес, сонымен қатар рухани және мәдени білімді талап етеді. Табысты сарбаз, жарқын болашақ, қуатты Қазақстан. Біз үлкен әскердің бастауымыз.